Өңірде тұңғыш рет жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтар арасында байқау өткізілді. Мақсат қоғамдық жұмыстарды атқаруда алдыңғы шептен көрінген қызметкерлерді ынталандыру. Облыста жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтар қызметі 2013 жылы бастау алды. Бүгінде Орал қаласы мен 12 ауданда аталмыш орталықтың бөлімдері жүйелі жұмыс жасап келеді. Осы орайда жыл бойы қарымды еңбек еткен қызметкерлер арасында жұру белгісі 2020 байқауы өтті. Облыстық жастар ресурстық орталығының жалпы қала мен аудан бойынша қызметкерлері бар. Сол қызметкерлердің ішінде біздер ынталандыру мақсатында ішіндегі үздік жас көшбасшылары, ауылдың жастар жетекшілері бар, мамандар бар. Солардың жаңағыдай көтермелеу мақсатында жүзеге асырып жатқан шара. Байқауға 40-тан астам өтініш түскен. 7 жылдық еңбекті ескере отырып, олар 7 аталым бойынша марапатталды. Салтанат сарайында өткен іс-шарада үздік қызметкер аталымына ие болған Қанат Құлмахан осы салада 4 жылдан бері аянбай еңбек етіп келеді. Осы жастарға бір жұмыс жағынан үлгі көрсетіп, өткен өмірлік тәжірибемнен жақсы істерге жұмылдыру болып мақсатым. Ресурстық орталық мамандарының кеңесіне жүгінген 1477 жас тұрақты жұмыспен қамтылды. Жәнібек ауданында жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының маманы Бексұлтан Хайрушев те үміткерлер арасынан оқ бойы озып шығып, үздік жастар жетекшісі аталымына ие болды. Жыл басынан атқарылған жұмыстарға байланысты еңбегімді елеп, осындай марапатқа ие болып жатырмын. Ауылымызда біраз үлкен кісілерге жалғызбасты аталарымызға, отбасыларымызға материалдық, азық-түлік пен мекен-жай көмектері көрсетілді. Сондай-ақ салтанатты шарада жыл бойы облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының қызметіне қолдау танытып, пандемия кезінде мұқтаж жандарға әлеуметтік көмек көрсеткен демеушілерге де алғыс хаттар табысталды. Мен өте қуаныштымын осындай марапаттау мерекесіне мені шақырған үшін. Енді карантин болған уақытында бәрі жабылып қалып, бірақ біз тігіншілеріміз шығып, тек маскалар тігіп, солай жұмыс жасадық. Аталмыш байқау алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Сымбат Қыпшақбай, Ербол Меңдіғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.